Мен қорғап жатқан жоқпын. Мен өзім ситуациямды айтып отырмын. Сен қайдан білесің, что аяулым ол нәрсені Жоқ, аяулым өзі айтып отыр ғой. Шерхан, мен оны шынымен де білген жоқпын. Мен айтып тұрмын ғой, ол жерге құрбылармен бардық. Ол құрбыларым да білген жоқ Ғалымжанның келетінін. Ғалымжанның келетінін тек қана мен білдім. Өйткені Ғалымжан айтқан еді, қасында ешкім білмей ақ қойсыншы, мен қазір келемін деп сол жердегі адресті сұрап алған еді. Сондықтан да қазір ол мені қорғаштап отыр. Сіздер просто дұрыс түсінбей жатсыздар. Жақсы. Аяқтадыңыз ба, Шерхан? Айтасыз ба? Мен негізі жаңағы бір аяулым ортаға шыққалы енді біраз адамдар айтып жатыр ғой. Бір жағынан бүйтіп қорғайда кетейінші бұл қызды же. Что былай айтып жатыр ғой қатысушылардың барлығы, сенің сезімің жоқ, сенің көңілің жоқ, оған көңіл бөлмейсің деген сияқты. Негізі қарап тұрсың, бұлар жай ғана таныстықтағы адамдар ғой. Негізі былай алып қарайтын болсақ, және де қыздың жігітке тез бүйтіп мойнына асылып кетуі ол орынды емес деп ойлаймын. Негізі қыз баласына. Себебі ертеңгі күні солай құшақтасты, вниманиесін берді, екеуі қол ұстасып жүрді де, еш нәрсе болмай қалса кім жаман болады? Аяулым жаман болады деген сияқты ғой. Просто қыз баласы болашақта да ойлап қою керек деп ойлаймын болды. Ернар, сосын Айжан. Жоқ, енді жаңа пікірлерде қалып қойдым да, мен просто қазақ қызы деген сияқты уайымдадым деген сияқты. Ол клубпен қаншалықты ұштасқан жөн деп ойлаймын да негізі. Егер ондай болатын болғанда қатты уайымдағанда негізі бәлкім ол жақтан алып кетер ме едің, мүлдем не істеушіңдер деген сияқты нәрсе. Ернар, былай дейінші, әрбір әйел адам мен үшін қарындас, әпке, аналар. Болды. Мен уайымдадым, өткені мен танитын кісілер, танитын болғаннан кейін мен уайымдадым. Біз күніге бірге жүрген адамымыз ғой деген соң мен уайымдағаннан кейін бір шығарып салған түрім. Одан артық. Енді адамның арам ойы өздеріне байланысты ғой. Мен ондай арам ойда жоқ екен болса ханым. Негізі оны уайымдайтын ол жерде мен ешнәрсе көріп тұрған жоқпын. Егер ровно жүрсе, ода тұрған не бар екен? Сол. Просто сен басқа нәрсе да бұл жерде Ғалымжан ше оны. Жоқ, Алланың қарашы, сен өзің семен де былай жақсы танимын ғой, бірақ ондай нәрселер емес та бұл жерде. Уже таң атты, 4 болды, аяулың өздері қайтты. Мен шығарып салған жоқпын. Өздері қазір біз қайтамыз деді, машина келіп тұр деді. Сандуғаш кішкене мен жақпен қайтатын білем, алдында біз бәріміз киноға барған кезде бір көшеден өтетіміз. Сол кезде Сандуғашты шығарып салдым. Мен любой қыз болса, мен танитын болса, мен шығарып саламын. Өткені мен танитын адам уайымдаймын да. Енді адамның ақ көңілді болса, енді білмеймін ғой не болатын. Ақ көңілдік түбінде жетеді дейді, үйсіп жүріп бір күн мен вообще жоқ болып кетсем де білмеймін не болатын ше. Адам бәрі жаман ойлап жатыр екен да. Адамның өзінің сана биігінде, сана сезімде ойлайтын нәрселер ғой. Енді сөзі бар ғой сондай. Қойыңыз, өйтіп айтпаңыз. Айжан. Алан, қош келдіңіз, сауығып кетіңіз. Осы жерде енді біраз әңгіме айтылып жатыр ғой. Қатысушылар түсінбеймін дейді. Аяулым, енді біз де сені түсінбей жатырық, дәл солай бар ғой. Енді Аланға не обязательно жаңа тамақ пісіріп апару бар ғой. Просто сатып алсаң да бір супты ештеңе қылмайды деп ойлаймын. Мен сатып алуға сенің нең жетеді ғой. Осы жерде енді Сандуғашпен ешкім араласпайды дейді да. Осы жерде Сандуғашпен дәл осы жерде парочка болып киноға барғаныңыз есіңізде ма? Аяулым, өзі екеу құрбы болып, неменеге енді Сандуғашпен ешкім араласпайды деп отыр. Екеуің бардыңдар ғой сол жерде. Айжан, ол 2-3 ай бұрын